Assalamualaikum, hörmetli студенттер. Бүгінгі лекциямыздың темасы экологиялық экспертизаның тикарғы бағдарларына бағышталады. Жөй бар деканда бүгін біз экологиялық экспертизаның тикарғы бағдарлары менен танысып өтеміз. Экологиялық экспертиза һәм карханалардың экологиялық экспертизасы менен танысып өтеміз. Экологиялық экспертизаның барлық бағдарларда һәм проекттен алдын һәм проекттен кейінгі басқышларда тикар етіп алынған материалдар қатарына климат, геологиялық, гидрогеологиялық шарайытлар, топырақтың генетикалық һәм өзін тазалау тарифі, аймақтың тоғай менен қаплану дәрежесі, флора, фауна, халық және социал-экономика қасиетлері турасындағы мағлұматлар һәм басқалар кіреді. Проектлерді әтрап табиғи орталыққа тәсірінің қасиетлері, оларды анықтау, анализ ету, бақылау, есепқа алу көзқарастан экологиялық экспертиза өткерудің төмендегі тикарғы комплекслі бағдарларды белгілеуі мүмкін. Бірінші технологиялық экологиялық экспертиза, кархана экологиялық экспертизасы, қала құрылысы экологиялық экспертизасы һәм табиғи ресурстарын пайдалану, табиғатты өзгерту проекттерінің экологиялық экспертизасы болып тикарғы бағдарларға бөлінеді. Технологиялық экологиялық экспертизасы технология һәм техниканың экологиялық ұйқас келуін һәм ресурс пайдалану сыйымдылығын анықтау, сондай-ақ технологияның кем шығындылы ямаса шығынсыз әмелде болған нормативтер һәм әмелдегі ең жақсы үлгілер менен салыстыру, зәрур экологиялық экспертиза жұмбақтары һәм шешімдеріне келуді аңлатады. Карханалардың экологиялық экспертизасы бұл мемлекеттік экологиялық экспертиза объектілері арасында проектлестіріліп атырған һәм атрап табиғи орталық қалатына һәм бұқаралар саламатына ұнамсыз тәсір көрсетуші істеп тұрған карханалар һәм басқа объекттер айрықша орынды иелейді. Диққатларыңыз үшін